Саламатсыңдар ма, балалар? Бізде қазір жаратылыстану сабағы. Сабақтың тақырыбы дыбысты қалай қаттырақ шығаруға болады. Сабақтың мақсаты сенің меңгеретінің дыбыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін жіктеу. Дыбыстың қаттылығы қалай өзгеретінін білесің. Балалар, аспаптар туралы бейне жазба тамашалаймыз. Қазақтың ежелден келе жатқан үрмелі музыкалық аспаптарының бірі саз-сырнай болып табылады. Саз-сырнайдың бірнеше аты бар. Олар аспаптың өзіндік қасиетін анықтайды. Өскірік деп аталатын аспап балаларға арналған ойыншық іспетті болатын. Ол біріншіден баланың музыкалық қасиеттерін жетілдірсе, екінші жағынан тұмардың рөлін атқарған. Пішіні құстар мен аңдардың келбетіне ұқсас болатын. Саз-сырнайды саз балшықтан жасайтын. Мықты болу үшін сазға жүн қосылған. Бұл аспап бірнеше тесігі бар, іші қуыс боп келетін кішігірім құты тәріздес болатын. Пішіні жұдырықтың көлеміндей, тауықтың жұмыртқасына ұқсас. Денесінде 4-6 ойық жасалатын. Сол ойықтардың арқасында орта регистрде бірнеше сазды әуен ойнауға болатын. Өз бетімен дыбыс шығаратын музыкалық аспап шаңқобыздың атауы түркі тілдес халықтардың арасында әртүрлі нұсқада көп кездеседі. Шаңқобыз немесе шаңғауыз деп аталатын бұл аспап темірден, ағаштан және сүйектен жасалатын. Бағзы заманда шаңқобыз бақсылардың сүйекті аспабы болған. Өзінің салттық рәсімдерін орындап жатқанда, бақсы шаңқобыздың көмегімен табиғаттың дыбыстарын шебер шығара алған. Сонымен қатар шаңқобыздың үні көштің арасында баланы тербеткенде де естілетін. Шаңқобызда ойнау тәсілі қарапайым. Аспапты тіспен тірейді, ауыз дыбысты күшейтетін құралдың рөлін атқарады. Тілшені саусақпен шалып тартқан кезде серіппенің тербелісі пайда болады. Тілдің қимыл арқылы орындаушы дыбысты түрлендіре алған. Шаңқобыз қақталған темір доғадан және ұшында ілмегі бар сүр күміс тілшеден тұрады. Шаңқобыздың үні көптеген қосымша дыбыстардан тұратындықтан адамның даусына ұқсас келеді. Бұл музыкалық аспаптардың қандай ортақ қасиеті бар деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар, бәрі де үн дыбыс шығарады. Ал қандай айырмашылығы бар? Олардың дыбысы туралы не айтуға болады? Кейбір аспаптардың дыбысы қатты, кейбіреулерінің дауысы бәсең болады. Дыбыстардың барлығы бірдей бола бермейді. Оларды қаттырақ немесе бәсеңірек етіп өзгертуге болады. Суретке назар аударайық. Бұл аспаптар туралы не білеміз? Бұл аспаптардың шығаратын дыбыстары да әртүрлі болады. Домбыра, саз-сырнай, дабыл, гармон, есіңде сақта. Дыбыстың қаттылығы дыбысты шығаратын затқа әсер ететін күшке байланысты. Дабылды күштірек ұрсаң, одан қаттырақ дыбыс шығады. Саз-сырнайда күштірек үрлесең,
дыбысының қаттылығы күшейеді. Күш әлсіз болған сайын дыбыс та бәсеңірек шығады. Ойлан. Сенің ойыңша қоңырау дыбысының қаттылығы неге байланысты болады? Үйге тапсырма. Зертте, өзіңде бар заттармен музыкалық аспаптар жаса. Олар қалай жұмыс істейді? Ненің көмегімен түрлі дыбыстар шығарады? Өз ойыңды дәлелдеп жаз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.